Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін шек қарыннан салат жасау рецептісімен сізбен бөліскім келіп отыр. Өте керемет, дәмді және пайдалы тағам. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осылай жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Және де жылдам дайын болатын тағамның түрі. Бұл тағамды дайындау үшін мен қойдың шек қарынын алдым. Шек қарынды жуып, тазалап, кастрюльге су құйып, қайнатып, ең алдымен пісіріп аламын. Менің шек қарындарым 1,5 сағатта пісіп дайын болды. Енді оның арасында керекті көкөністерімді, пияз, сәбіз, тәтті бұрыш, чеснок бәрін турап дайындап аламын. Сосын шек қарынды турауға кірісемін. Достар, егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төмендегі подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Себебі бұл өте пайдалы салат. Енді осы шек қарынды видеода көріп тұрғандарыңыздай тураймын. Осылай турап дайындап аламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Сіздің ойыңыз мен үшін өте маңызды. Енді салатымды дайындауға кірісемін. Кастрюльге сұйық майымды құйып, майды қыздырып, қызып тұрған майға пиязды салып қуырып аламын ең алдымен. Егер қойдың шек қарыны болмаса, сиырдыңкінен жасасаңыз да болады. Енді пиязды шамалы қуырып болған соң үстіне сәбізді салып, кішкене қуырамын. Оның үстіне чеснокты саламын. Тәтті бұрыш, дәміне қарай тұз, қара бұрыш. Енді мен бұл салатқа дәмдеуіштер қоспаймын. Өйткені дәмдеуішсіз бұл салат өте дәмді болып шығады. Егер сіз өзіңіздің қалауыңыз бойынша өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштеріңізді қоссаңыз болады. Енді үстіне шек қарынды салып, шамамен 7-8 минут қуырып аламын баяу отта. Осылай менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді және пайдалы салат. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай менің тамағым дайын болды. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөліскендеріңіз үшін сізге көп рахмет. Асыңыз дәмді болсын, сау саламатта болыңыз.